Сәлеметсіздер ме, курс тыңдаушылары? Біз жаппай ашық онлайн курсы аясында видео дәрістер курсын жалғастырамыз. Видео дәрістер геология негіздері пәні бойынша тау-кен ісі білім беру бағдарламасы білім алушыларына арналған. Дәрістің тақырыбы геология туралы қысқаша деректер, жер туралы жалпы мағлұмат. Біз өткен сабағымызда жер туралы мағлұматты қарастырып талдаған болатынбыз. Енді осы сабағымызда жер топографиясын туралы айтамыз. Дәріс конспектісі: жердің топографиясы. Жер көлемі 510 миллион километр квадрат. Жер қыртысының орташа деңгейі 2430 метр. Құрғақтың көлемі 149 миллион километр квадрат. Теңіздің суының аумағы 1300 миллион километр квадрат. Құрылық пен теңіздің көлемінің қарым-қатынасы 1,2,4. Жердегі мұздақтардың аумағы 30 миллион километр куб. Құрлықтың орташа биіктігі 875 метр. Өзендер мен көлдердегі судың аумағы 0,75 миллион километр квадрат. Теңіздің орташа тереңдігі 380 метр. Гидросфераның жоғарғы шекарасы анық көрінеді, ал мұхиттар мен теңіздердің беткі қабаты геоид деңгейімен дәл келеді. Төменгі шекарасы ептеп күрделілеу, өйткені ол мұхиттар мен теңіздің түбімен жалғасады. Гидросферада тұздардың ерітіндісі болғандықтан, оның тығыздығы 1,03 грамм сантиметр куб көлемінде. Мұздардың орташа тұздылығы 3,5%. Шектелген теңіздерде судың тұздығы ары-бері ауытқиды. Мысалы, Жерорта теңізінде көбейіп 3,9% болса, Қара теңізде 1,8%, Балтық теңізінде небәрі 0,7%-ды құрайды. Теңіз сулары мынандай тұздардан тұрады. Пайызбен есептегенде хлорлы натрий мен магний тұздары, бірінші, екінші, күкірт қышқылының магний, кальций және калий тұздары, үшінші, көмір қышқылының кальций мен магний тұздары, 0,3%, қалған 0,2%-ы әртүрлі химиялық элементтер мен олардың қоспаларына жатады. Оның ішінде әсіресе мына элементтердің тұздары, жаңағы темір, кремний, күміс, фтор, алтынның тұздары кездеседі. Теңіз суларында газдардан оттегі мен азот бар. Құрлықтағы өзендер мен тұщы көлдердің минералдық құрамы өзгеше. Олардың құрамында карбонаттар басым болады, 60,1%, одан кейін фосфаттар, кремнеземдер, органикалық қоспалар және хлоридтер орын алады. Теңіз суларында шамамен 22 миллион километр квадрат тұздар еріген. Егер осы тұздарды теңіз суларына бөліп алып, жер шарының беткі қабатына тегіс жайса, ол 50-60 километр қалыңдықпен жайылған болар еді. Теңіз тұздылығының мөлшері атмосфера қысымына, ауаға, жауын-шашынның көптігіне және құятын өзен суларының мөлшеріне байланысты. 1500 метр тереңдікке дейін теңіз суының тұздылығы аздап азаяды, одан кейін бір қалыпты мөлшерде қалады десе де болады. Мұхиттардағы су бетінің температурасы жылдың мезгіліне, ағымына және оның орнына байланысты. Ең төменгі температура 3 градус, ең жоғары температура 31 градусқа дейін жетеді. Жер өмірінде теңіздің алатын орны үлкен. Теңіз аймағы үлкен биохимиялық фактордың орталығы, үлкен тұз кен орны, теңіздерде көптеген тау жыныстары, яғни минералдар пайда болады. Мысалы, әк, бор, мұнай, фосфорит, калий тұздары. Теңіз суы көптеген тау жыныстарын ерітеді және олардың шөгінділерінің орны болып саналады. Биосфераға әртүрлі жағдайлармен атмосфера, гидросфера және литосфера жатады. Академик Бернацкий биосфераны өмір орталығы деп санайды. Кейінгі деректер бойынша өмір жер бетінде бұдан 2 миллиард жыл бұрын пайда болған. Жануарлар мен өсімдік мүшелері жер шарының бүкіл бетін қамтып жатыр. Биосфераның массасы үлкен. Егер жер қыртысының массасын 1 деп алсақ,
Онда басқа қабаттардың массасы бөлшек санымен есептелінеді. Жердің қыртысы 16 километр тереңдікке дейін бір гидросфера 1/14, 14-тің бірі, биосфера 1000-ның бірі. Биосфераның массасы жер қыртысының 0,1 алып жатыр. Теңіздер мен құрлықта, материктерде өсімдіктер кең тараған, оның ішінде әсіресе шөптер. Вернадскийдің дерегі бойынша шөптердің массасы жер шары бойынша жануарлардың массасынан бірнеше есеге көп. Тірі жәндіктердің өмір сүруінің төменгі шекарасы температура мөлшері мен тереңдіктегі қысым көлеміне байланысты. Теңіздерде тіршілік көзі 11.000 тереңдікте деп табылған. Соған қарағанда теңіздердегі барлық тереңдікте тіршілік бар деп есептейміз. Құрлықтағы тіршілік көзі ең аз тереңдікте тараған, теңіздермен салыстырғанда, яғни 3000-4000 метрға дейін. 500 метр тереңдіктен әрі қарай оттегінің азаюына байланысты тек қана анаэробты мүшелер ғана кездеседі. Мүшелердің құрамында 60-тан астам элементтер кіреді. Академик Виноградов құрғақтағы тірі заттардың орташа құрамын есептеді. Сөйтсе, мүшелердің негізгі құрамы жылжымалы элементтерден және газ тәріздес жеңіл еритін қоспалардан және тағы басқалардан тұрады екен. Химиялық элементтерді шоғырлануда мүшелердің аратын орны зор. Мысалы, шымтезекте, көмірде, мұнайда көміртегінің әкте, борда кальций мен көміртегінің фосфоритте фосфаттар шоғырланады. Жыныстарды жасауда мынандай хайуанат мүшелерінің орны өте зор. Маржандар, фораминиферлер, иықты аяқтар, бұзаубастар және тағы басқа. Топырақтың, тау жыныстарының және пайдалы қазбалардың пайда болуында өсімдіктер мен жануарлар мүшелерінің алатын орны өте айқын және зор. Енді біз осы сабағымызда жердің топографиясын қарастырған болдық. Енді келесі сабағымызда, келесі дәрісімізде жердің ішкі қабаттарының ерекшелігін қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет.